Зина, ойнастық, зинақорлық. Зина ол тек жыныс мүшелерімен ғана жасалмайды. Мысалы, арам болған нәрсені ұстау қол зинасы болса, ал тыйым салынған нәрсеге қарау көз зинасы болады. Некесіз ер мен қыздың сүйісуі, олардың жеке қалуы, бір-біріне қараулары және аймаласулары, бұның бәрі мұсылмандарға қатаң тыйым салынған, зинаға апаратын арам істерге жатады. Алла Тағала Исра сүресінің 32-ші аятында «Зинаға жоламаңдар, өйткені ол анық арсыздық және жаман жол» деген. Аяттың мағынасына назар салсақ, Алла Тағала зина жасамаңдар деп емес, зинаға мүлде жоламауды бұйырып тұр. Яғни, зинаға себеп болатын іс-әрекеттердің баршасынан аулақ болуымыз керек. Харамға қарау шайтанның улы-оқтарынан. Адам тыйым салынған нәрсеге әдейілеп қарамаған болса да, бұл қарауы бәрібір оны құрдымға жібереді. Алла Тағала былай дейді: «Мүміндерге айт, бөгде әйелдерге қараудан көздерін сақтасын, әрі ұятты жерлерін зинадан қорғасын. Бұл олар үшін өте жақсы. Расында Алла олардың не істегендерінен хабар алушы». Келесі аятта Алла Тағала былай дейді: «Мүмін әйелдерге де айт, бөгде ерлерден көздерін сақтасын, әрі ұятты жерлерін зинадан қорғасын». Алла Тағаланың көзді сақтау мен мүшелерді зинадан қорғауды аятта қалай байланыстырып тұрғанын пікірлеп көріңіз. Бұл аяттарды алдымен көздерін сақтасын деп, кейін ұятты жерлерін зинадан қорғасын деп бұйыруынан көздің жүрекке, ал жүрек тәнге әсер ететінін байқаймыз. Шын мәнінде порноға тәуелділердің жүйке жүйелері әлсіреген. Олар эмоционалды және физикалық күйзеліс тұзақтарына түскен. Ғаламтор сүзгісі арқылы аффирмация, есептемелер мен зерттеулер жүргізе отырып, бұл тәуелділіктен арылуға болады. Кейбір адамдар порноға тәуелділіктен құтылу мүмкін емес дейді. Алайда бұл жалған. Себебі көптеген адамдар бұл тәуелділіктен арылған. Бұл зиян тәуелділіктен келесі істерді орындау арқылы құтыласыз. Порно көруге себеп болатын барлық нәрседен аулақ болу. Порнографиядағы іс-әрекеттерді қайталамау. Ғаламторды мақсатсыз қолданбау. Порнодағы істерді қиялдамау, еске түсірмеу. Порно туралы айтатын адамдардан аулақ болу. Жуынатын бөлме мен әжетханаға ұялы телефон, планшетпен кірмеу. Адамның миы қарама-қарсы жыныстағы екінші адамды тартымды қабылдайтын болып жаратылған. Сондықтан порнодағы әйелді көргенде әлбетте миыңызда допамин толқындары туады. Сол себепті біз порноға тәуелділікке қалай шалдыққанымызды, оның қалай қайда жүзеге асатынын анықтауымыз керек. Бос уақыттары көп немесе шұғылданатын істері болмаған адамдар тәуелділіктерге бейім келеді. Бірақ уақытты қажетті орнына пайдалы істерге жұмсау арқылы сіз бұл тәуелділікпен күресті бастайсыз. Дініміз ислам порно тәуелділікке қарсы күресте бізге берілген ми, ақыл және білімімізді пайдалана отырып күресуімізге шақырады. Біз денемізді жаттығулар арқылы қатайтамыз. Зікір, Алланы еске алу арқылы, Алланың ұлылығын және оның жаратылыстарын пікірлеу арқылы, сондай-ақ әрбір ісіміз жазылып жатқанын және біз сол істерімізге жауап беретінімізді естен шығармауымыз арқылы, иманды адамдармен және жанұяда жақсы байланыстар орнатуымыз арқылы біз жанымызды қуаттандырамыз. Алланың алдында шынайы тәубе бұл бұрынғы күнә істеріңізге өкініп, Алладан кешірім сұрап, енді бұл істерге қайтадан оралмаймын деп нық шешім қабылдау. Аллаға бойсұнбағаныңызды түсінген шақта бұрынғы ләззат сезімі жүректің қиналуына ауысады. Тәубенің шарттары. Бірінші, күнәні жек көріңіз. Күнәдан өзіңізді алшақ ұстап, тәубені кейінге қалдырмай, сол мезетте Алладан кешірім сұраңыз. Екінші, күнәға оралуыңызға себеп болатын барлық істерден өзіңізді алыс ұстаңыз. Мысалы, зинақор адамдардан алыс болу, жалғыз болғанда ғаламтор қолданбау және порно қарауға себеп болатын кез келген нәрседен көзіңізді сақтауыңыз керек. Үшінші, Алла елшісі, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, былай деген: «Қайда болсаңдар да Алладан қорқыңдар, жаман істі жақсы іспен ауыстырыңдар. Жақсы іс жамандықты жояды». Допаминнің кері байланыс механизмі ынталандыруға негізделген. Жамандықтың орнына жақсылық істеу арқылы жаңа істер, жаңа әрекеттер және жаңа нейронды жолдар пайда болады. Жақсы істерді орындау порно көру нәтижесінде туындаған кері әсерлі допаминнің бөлінуін пайдалы допамин бөлінуіне ауыстырады. Порноға тәуелділер өздерін жақсы сезіну үшін порноны қарайды. Допаминнің шамадан тыс бөлінуі сіздің ынта-жігеріңізге әсер етеді. Порно қарау сізді кез келген пайдалы істі орындаудан қайтарады, яғни ынтасыз етеді. Сіздің өзіңізге деген көз қарасыңыз нашарлап, сенімсіздігіңіз артады. Тек порно қарауға ғана құмартып тұрасыз, ал басқа істер сізге қызықсыз болып көрінеді. Осы себепті сіз басқа істерге немқұрайлы боласыз. Терапевттер бұл күйді мидың тұмшалануы, яғни дұрыс ойлана алмауы деп атайды. Алла Тағала бұндай күйді хамыр, адамды мас қылатын, яғни миды тұмшалайтын интоксикант деп сипаттайды.
Порно қараудан бас тартқан сәтіңізден бастап, сіз нашақорлар мен маскүнемдердің халінде күй кешесіз. Баяғыша қайтадан порно қарауға құмартасыз. Сіздің миыңыз қайтадан допаминді іздей бастайды. Осы сәтте сіз оған қарсы төтеп беруіңіз қажет. Ол үшін миыңызда жаңа нейронды жолдарды дамытуыңыз керек. Порно көруден пайда болған нейронды жолдарды пайдаланбасаңыз, ол жолдар жоғалып кетеді. Егер порно көруді тоқтатсаңыз, зиянды болған нейронды жолдарды қолдануды тоқтатқан боласыз. Яғни бұл нейронды жолдар қызметсіз қалады. Сондықтан, бұл әдеттен түбегейлі арылу үшін порно қарамауымен қатар өзіңізге пайдалы нәрсемен шұғылдануыңыз керек. Мысалы, спортпен айналысу, білім алу, пайдалы тамақ ішу, тағы да басқа. Егер сіз түбегейлі порноға байланған болсаңыз, онда ең алдымен үйдегі, ұялы телефондағы интернеттен бас тартуыңыз жақсы қадам болады. Балаларыңыз порнодан амандықта болуы үшін келесі әрекеттерді орындаңыз. Көптеген жас балалар порноны ұялы телефондары арқылы қарайды. Зерттеулер мәліметтеріне сүйенсек, 18-ге дейінгі 10 ер баланың 9-ы порнография қарайды. 18-ге толмаған 10 қыздың 6-ы порнография қарайды. Балалардың 71% іс-әрекеттерін ата-анасына жасырады. 16-17 жас аралығындағы балалардың 28% байқаусызда онлайн порноға тап болған. Ғаламтордағы қажет емес ақпараттарды сүзгі арқылы өткізбейтін арнайы компьютерге арналған бағдарламалар мен тәсілдер бар. Өзіңіз бен жанұяңызды қорғау тәсілдері келесідей. Бірінші, барлық компьютерлеріңізге родительский контроль бағдарламасын орнатыңыз. Бұл бағдарлама ғаламтор мен желідегі порнографияларды бұғаттайды. Тек компьютер ғана емес, сондай-ақ Android телефондарға, айфондарға, планшеттер мен ноутбуктарға да орнату өте оңай. Ғаламторда родительский контроль для компьютера немесе для телефона деп іздесеңіз, оңай табасыз. Бұл бейнероликтің сипаттамасына да бірнеше сілтемелерді қостық. Екінші, үйіңіздегі ғаламторды Megaline, ID.net немесе Beeline сияқты жеткізуші тарапқа хабарласып, ғаламторыңыздан порнографияны бұғаттауын талап етіңіз. Үшінші, көптеген сымсыз ғаламтор бағдарлауыштарындағы, роутерларындағы родительский контроль баптауы арқылы сол құрылғының өзінен ақ порнографияны бұғаттай аласыз. Бұл сымды я сымсыз ғаламторды қолданушылардың порно көруіне тосқауыл болады. Егер көмек керек болып жатса, ғаламтор жеткізуші мамандарға хабарласыңыз. Төртінші, үйдегі компьютеріңізді бәрі жүретін ашық бөлмеге қойыңыз. Бесінші, ата-аналар компьютерге құпия сөз орнату арқылы балаларын қадағалағаны жөн. Алтыншы, балаларыңыздың телефондары, планшеттері мен жеке компьютерлерінде шексіз ғаламторға шығу мүмкіндігі болмауы тиіс. Назар аударыңыз, ғаламтор жеткізуші тараптардың көмек көрсету қызметі әр мемлекетте әртүрлі. Егер айтқандай көмек көрсете алмаймыз десе, өзіңіз-ақ оны істей аласыз. Сондай-ақ жергілікті компьютер дүкендерінен көмек сұрасаңыз болады. Тым кеш болмай тұрғанда жанұяңызды порнография кеселінен қорғаңыз.